сол жанды өшті, жанды өшті, жанды өшті. Бүгін бізде реле арқылы туманик немесе фсо, одан да басқа да бір қосымша заттар жалғау кнопка арқылы және реле арқылы көрсететін боламыз. Толықтай бізде бұл кәдімгі 4 аяқты реле 30, 85, 87, 86 деген номерлерімен қазір бірінші схемасын көрсететін болам, сосын жалғап көретін боламыз. Бірінші бізде бұлайна релені сызып алайық. Мына жақта 30, мына жерде 85, мына жерде 87 және мына жерде 86. Бірінші біз 85 пен 30-ға яғни плюс беретін боламыз через предохранитель арқылы. 15 ампер және мына жағын плюс деп қояйын түсінікті болу үшін. Сосын 86 деген бізде аяқ бар. Оған кнопка арқылы минус беретін боламыз. Яғни салонға тартып апарасыздар ма? Аяғы минус деп белгілеп кетейін былайынан. Сіздерге түсінікті болу үшін. Сосын бізде мына жерде 2 туманик бар деп ойлайық. 2 туманик, немесе фсо, немесе заднийға тағы да бір қосымша дополнительный заттар болып, сол жарық көбейту үшін. Сол себепті осы схемамен жалғай берсеңіздер болады. Бір аяғы бізде массаға кетеді бұның. Мына жақта дәл сондай. Бір аяғы массаға кетеді, яғни минус. Мына жақта да минус деп қойып. Минус. Сосын 87 деген аяқ қалады бізде мына жерде. Ол 87-ні мынаның туманиктің плюсы болып есептелінеді. Бұл жерде қалай жұмыс жасайды схема? Мына жерде бізде плюс күтіп тұрады. Постоянно. Мына жерде кнопканы бір-біріне жабысқан кезде 86-ға келеді. Сосын мына жердегі контактылар жабысу арқылы бізде 87-ге плюс кететін болады. Яғни бұл жерде кішкентай зат, үлкен затты атқару процесі болып тұр. Менде өкінішке орай туманик жоқ екен, бірақ мынандай сол бар. Жалғайтын боламыз. Мынандай реле, штекері, кнопка, 2 мама. Қазір бастайтын боламыз. Бірінші бізде 30-85-ті плюске беру керек болатын. Төрт аяғын бәрі тазалап алсайын. Дайындадық. Мынау бізде плюс. Мына алып келген провод. Менде преобразователь бар үйде. 220-дан 12 шығаратын. Индикатор қызыл жанып тұр. 30-85-ті алып бірге қосып жалғаймыз. Негізі предохранитель арқылы обязательно істеу керек еді. Но менде өкінішке орай предохранитель жоқ. Сосын бізде кнопка тұр ма? Мынау кнопка. Мынау бізде масса. Ол массаға біз жалғайтын боламыз. Массасын жалғадық. Кішкене қойып көрінбей қалып жатыр. Сосын бізде бұл жерде 86 деген ножка қалды. 86 болсын жалғайтын боламыз.
реленің контактісі ажырап жалғанып жатыр. Былайынан да тексеріп көрсек болады. Мен массаны қойып индикаторды қоямыз. Схема жалғауы тұр деген сөз. Сосын бізге 2 фсо қалды. Толықтай жалғап болдық. Фсода полярность болады, яғни оң солы. Галогенде болмайды, яғни сізде сары лампочка тұрған болса, оған плюсті былай да жалғай берсеңіз де болады, оң жағына да, сол жағына да. Ал LED, ксенон, билет болатын болса, оларда обязательно полярность болады, яғни плюсті плюске, минусты минусқа, оны шатастырып қалмауы мүмкін. Қосып көрейік енді. Сол жанды, өшті, жанды, өшті, жанды, өшті. Енді бізде тексеру үшін қалай тексереміз бұны? Бізде кнопка бар, реле бар. Индикатордың бір аяғын массаға беріп аламыз. Тексеруден алдын кнопканы қосып көреміз. Мына жақта питание бар, көріп тұрғандарыңыздай. Өшірсек питание қайтады. Сосын мына екі аяқта плюс болу керек бізде. Біреуінде бар. Яғни 30-85-те плюс болу керек. Сосын кнопка істемей жатқан шығар деген күмәнда болады. Плюске беріп, индикатордың аяғын былайынан қойып тексеріп аламыз. Индикатор жасыл жанды. Дәл осылайынан тексеріп алсаңыздар болады. Қалай жұмыс жасайтын өте оңай принципте. Жақсы сау болыңыздар. Каналға подписаться етіңіздер.